Бәріңізге сәлем. Бұл Баластар бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонақта Өнер академиясының оқушысы Тілек Пәкжан. Қалайсың, Пәкжан? Қалай жеттің? Аман жеттің ба? Бәрі жақсы. Сендер осы Өнер жас таланттар академиясында ән күйге қатысасыңдар. Неліктен дәл осы өнерді таңдадыңдар? Менің ойымша, бұл домбыра өнері қазақтың дәстүрлі бұрыннан келе жатқан өнері деп ойлаймын. Сол үшін де мен осы өнерді таңдадым. Мен сенің осы берген жауабына толықтай келсем. Тамаша. Өнер академиясында оқу барысында қандай әндерді шырқауға үйрендің? Соны айтып, бір күймен шырқап жерсең. Мен осы өнер академиясында көп дәстүрлі әндер үйрендім. Оның қатарына сар жайлау, домбыра, тау ішінде, ақсиса және тағы да көптеген дәстүрлі әндер жатады. Керемет. Сонда сен осы бір жылда көптеген күйлерді үйрендің, иә? Иә. Ең ұнайтын күйің қандай сенің? Менің ең ұнайтын күйім ол ақсиса. Ақсиса? Иә, жайылым. Сол ақсиса күйің маған және де көріп жатқан көрермендерге ойнап берсең? Жайылым әні. Ақсиса, қызылы сиса, 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 қалмайды-ау кімдер жаяу жорлы қылсай. Шорманның мұстамасы аттым, адамдым сол себептен жаяу мұсауай. Өте керемет. Пәкжанның орындауында дәстүрлі әнді өте әдемі шырқап бергеніне саған рахмет. Біз сені конкурстар мен концерттерге қатысатыныңды білеміз. Есте қалғанын айтып берсең бізге. Екеуін айтып берейін. Оның біреуі бала дауысы деген конкурс болған. Ол жерде өте қызық болды. Бас жүлде алғам. Өте керемет. Сонда сен осы бас жүлделерге бір жылдың ішінде үйреніп жеттің, иә? Иә. Ендеше көріп жатқан көрермендерге, оқушыларға айтатын қандай кеңесің бар? Домбыра оңай дейтін аспап емес, бірақ та оған бар тәніңді салып, көбірек дайындалсаң, үйрену өзіңе оңай. Осы сенің болашақтағы қандай арман мақсаттарына жеттің келеді? Менің арман мақсатым осы домбырамен дәстүрлі ән шырқап, шабыт мектебіне түсіп, сосын осы дәстүрлі ән және домбыра аспабын бүкіл әлемге паш етіп, басқа елдерге де танымал қылып көрсеткім келеді. Тамаша, арманың орындалсын, жететін жетістіктеріне жет. Ал енді өзіңнің өнер академиясының ішіндегі мұғалімдерің туралы айта кетсең, не істейсіңдер, сабақтарың қалай өтеді? Бізде өнер академиясында аптасына 2 рет сабақ өтеді. Бір сабақ 1,5 сағаттан. Ақмаржан апай, Арайлым апай, сіздер маған осындай көптеген домбырада дәстүрлі әндерді керемет орындауда үйреттіңіздер. Және де мен сіздерге шексіз рахмет айтамын. Өнерің өрге жүрсін. Біздің студияда болған Пәкжан Өнер академиясының оқушысы. Сіздермен бірге болған Баластар бағдарламасы келесі кездескенше.